Туған жерім Пістел ауылы Түлкібас ауданында орналасқан, табиғаты керемет, Қаратау мен Алатауын түйіскен жері. Бірінші ойыма сол туған жер келеді. Ол жердің бір ерекшелігі тау пістесі өседі. Сол ауылдың атын Пістелі деп қойғаны содан. Біздің сол Пістел ауылында өседі тау пістесі. Бостандық ауданында өседі. Бұрынғы Қазақстанға қараған аудан қазір Өзбекстанға қарайды. Одан кейін мына Машат шатқалында ғана бар. Қалған жерде ол өспейді. Одан кейін табиғаты керемет. Өзеннің аты Көкбұлақ, тап-таза болып ағады. Бір кейде лай көшкін түспесе, еш уақытта ол лайланбайтын су. Табиғаты керемет. Аң құсы көп. Қазір ол жерде 40-қа жуық үй қалды. Бұрын 300 үй болған. Мектептің жоқтығынан, жолдың алыстығынан, егерде бір жылда 3 ай қыс болатын болса, ол жерде 5 ай қыс болады. Өйткені таудың іші қар қалың түседі, жол болмай қалады. Содан көп елдер көшіп кетті, тұрғындар. Сөйтіп мектеп болмаған соң барлығы аудан орталығына, басқа да қалаға көшіп кетті. Мен сол ауылды ең бірінші ойыма сол түседі. Ал енді екінші дүниеге алып келген әкеңді, шешеңді ол еш уақытта есіңнен шығара алмайсың. Ол сенімен бірге тұрақты өмір сүріп келе жатқандай болады. Әрбір жағдайда мен сол кісілердің сөздерін есіме алып отырамын. Әкем 1928 жылы туылған, анам да сол 28 жылы туылған. Әкем 48 жасында дүниеден өтті. Сол колхозда ферма меңгерушісі болып жұмыс жасап, орта буын басшылықта жұмыс жасап, дүниеден өтті 48 жасында. Анам 96 жасында дүниеден өтті. 96 жыл өмір сүрді. 96 жасқа келгенше көзінде көзілдірік таққан жоқ. Газетті оқитын, теледидарда көретін, өте сауатты. Шерхан Мұртаза ағамызбен бірге оқыған еді мектепте. Жамбыл Шуал ауданының қызы. Міне осы екі кісінің дүниеге мені алып келіп берген тәрбиесі, солардың нұсқауымен алған білімім, өмірде мен тұрақты соны қолданам. Қиналған сәтімде де, қуанған сәтімде де сол кісілерді еске аламын. Мен дүниеге келгеннен кейін балалық шаққа есіп білгелі сол елде өстім. Менің балалық шағым жаман өтті деп айта алмаймын. Әкем, анам бар, алдымда ағаларым болды. Мархабат Байғұт, Балтабек Байғұт. Менің ағаларым маған қамқоршы бола білді. Білмегенімді үйретті, ақылдарын айтты. Аудан орталығына, Азаттық ауылына көшіп барғаннан кейін, сол жерде өзімнің нағашым өте бір беделді кісі еді, Ережеп Қалдыбаев деген. Ол кісінің де тәрбиесін алдым. Мен балалық шағыма өкінбеймін. Балалық шағым бір өте қызықты өтті. Әрбір адамның балалық шағы тағдыры әртүрлі болады ғой. Менің енді әкем, анам қасымда, ағайын туыстарым қасымда. Біз өзі 9 ағайындамыз бір отбасында. Соның үлкені менмін. Балалық шақта ешқандай мен қиындық көрмедім ата-анамның арқасында. Әкем дүниеден өткеннен кейін, отбасында үлкені болғаннан кейін, бір отбасында 4 студент болдық. Анам бәрімізді қамқорына алып, мен қызметке ерте араластым. 1969 жылы жалпы мектеп бітіргеннен кейін, ол кезде жоғарғы оқу орындарына 1 жыл еңбек өтілімен барсаңыз, конкурстан сүрінбей өтетінсіз, конкурстан тыс қабылдайтын. Одан кейін жаңа оқыған жылдарыңыздың бар педагогикалық стажға жататын. Сол ауылдағы мектептің директоры Жұмахан Қайырбеков деген ағамыз, сен осы мектепті жаман бітірген жоқсың ғой, жақсы бітірдің, бастауыш сыныпқа мұғалім бол дегеннен кейін мен 1 жыл бастауыш сынып мұғалім болдым. Келесі жылы сол оқуға, жоғарғы оқу орнына конкурсқа түстім. Мен қазір де осы жастарға айтам, мамандық таңдаудан қателеспеу керек.
Ал енді мамандықты дұрыс таңдамасаң, ертең қызметке тұра алмайсың. Екіншіден, сенен жақсы маман шықпайды. Ешкімге үлгі бола алмайсың, өмірде өз орныңды таба алмайсың. Менің мамандық таңдауыма сол кезде 2-3 жас ұстаздар болды бізге сабақ бергенде. Мен солардың жаңағы жүрісіне, киім киюіне, жалпы сабақ бергендегі әрбір іс-қимылдарына, олардың білімділігіне қызығатынмын. Мен өзі мектепте 4-ші сыныпта оқып жүргенде, келешекте кім боласың дегенде, мен ұстаз болам деп айтқан едім. Мен сол айтқанымды орындадым. Ал үлгі алғаным жаңағы мектептегі ұстаздарым болды. Мектепте мұғалім болғанда да, мектеп басшысы болғанда да, мен сол кісілердің ақылымынан, сол кісілерден үйренгенімді, көргенімді өмірде пайдалана білдім. Мен одан ұтылғаным жоқ. Ол кісілердің алған тәрбиемді мен өмірде қолдана білдім. Менің әкем Бейсенбаев Асылбек. Бөген аудан ашылған кезде ең алғашы білім бөлімінің бастығы болып тағайындалған. Содан талай жылдар жұмыс істеп, Нұршан Тасболатовичпен танысқан. Әкең өлсе де, әкеңнің көзін көрген адам өлмесін деп халықтың дана сөзі бар ғой. Сол мен әкем туралы Нұршан Тасболатович көп әңгіме айтатын. Кейін танысқаннан кейін. Сенің әкеңмен талай бірге жұмыс атқардық. Талай сол кісіден үйренер сәттер болды деп. Сондықтан мен ойлаймын, әр адамның тағдырында кездесетін адамдар болады. Сол менің тағдырыма кездескен осы Нұршан Тасболатович маған басшы болды. Мен директор болып тұрған кезде бізге талай өзінің ақылын, өзінің көмегін көрсете білді. Білім саласында ұштастырған өміріміз десем де болады. Қоғамның ең жауапты саласында бірге қызмет істедік. Біздің қоғамға деген қосқан үлесіміз деп санаймын. Нұршан Тасболатович ғұмырын білім саласында арнаған, үлгілі көшбасшы бола білді. Талай мыңдаған шәкірт тәрбиеледі. Сол шәкірттердің қазіргі таңда жүрегінде әсерлі істермен ерекше орын алды. Оның бір айырмашылығы адамгершілігі және даналығы. Әр сөзі, әр ісі сабырлы, салмақты, парасатты десем болады. Бұл жерде Байғұтовтардың отбасын атап өтсем өте орынды болады деп ойлаймын. Өйткені оңтүстік өңірі барлығы танитын Мархабат Байғұтұлы және Нұршан Тасболатович бір отбасынан шыққан екі перзент. Ауылдан шыққан екі жас бойындағы мінездері, ілімдері, ортаға көзқарастары, әлі де киім кигені үлгілері, ол нағыз интеллигенция өкілі адамдар десем де болады. Өмірдегі қағидаларым Нұршан Тасболатовичтің бойында кездестірдім. Біріншіден, еңбек жолында идеалды адамды табу, кейін сол адамды үлгі тұту. Екіншіден, білім саласында нашар, жаман ұстаз болмайды. Кездейсоқ мамандар кездеседі. Бірақ соларды тәрбиелеп, өзгертем деген ол мүмкін емес. Одан кейін ұстаз деген, ол тек қана мектепте емес. Ұстаз деген әр сағат сайын, әр минутын ортасында жүріп, 24/7 десек те болады. Ол еш уақытта ұстаз екенін ұмытпау керек. Ең алғашқы Байғұтовтардың танысқан кезім, ол 8-ші гимназияға келген кезде 8-ші сыныпта Нұршан Тасболатовичтің кенже ұлы Ғабит оқитын. Сол баланың тәртібіне қарап, сол баланың ізденпаздығына қарап, шығармашылығына қарап, мінезіне қарап ойлаушы едім.
бала тәрбиелесең, осы Байғұтовтардың отбасында ұлдар ұқсап тәрбиелеу керек деген өзіме бір сондай бір ниет қылғам. Осындай ағаларымыз бар да ұрпақтарымыз сабақтастығы еш уақытта үзілмейді. Білім саласында талай абыройлы үлкен іс-шаралардың төрінде. Нұржан Тасболатович, зор денсаулық тілеймін. Отбасының ұрын-бұтақтарының артынан келе жатқан ұрпақтарының жетістігін көрсе екен деймін. Ұстаз болу екінің қолынан келе бермейді. Бұған үлкен жүректілік керек, үлкен білімділік керек, шыдамдылық керек, сабырлық керек. Одан кейін өзгенің баласын өз балаңдай сүюің керексің. Бізге осы жетіспейді. Мен қазірде көріп жүрмін, үнемі жиналыстарда айтам. Мына әсіресе мектеп бітіретін оқушылар мамандық таңдауда қателеспеңдер. Мамандық таңдауда. Көбісі былай ойлайды, анау мамандыққа балым жетпесе, конкурстан өтілмесем, мұғалімнің балы төмен, мен соған бара салам дейді. Ол дұрыс емес. Одан жақсы ұстаз шықпайды кейін. Ал енді ұстаз болу үшін ол тек қана мектеп қабырғасында емес, ол қоғамдық орында да, көшеде болсын, қандай бір елдің ішінде болсын, үлгі болатындай азаматтар ғана мұғалім бола алады. Ұстазға баға беретін адам өте көп. Әрбір оқушының отбасы, бүкіл қоғам, орта, барлық ұстазға баға береді. Ал енді мұғалім оқушының айнасы, өмір айнасы деген сөз содан қалған. Ең басты мәселе, ұстаз болу үшін мамандықты дұрыс таңдау керек, екіншіден сол мамандықты сүйе білу керек. Соны қиындығына да, қызығына да көну керек. Көп жағдайда біздің жастарымыз мұғалім мамандығы бітіріп едім, жұмысы ауыр екен деген сылтауменен өз мамандығын басқа мамандыққа айырбастап жатады. Бұл дұрыс емес. Мұғалім мамандығын таңдауда міне қазір мемлекеттің өзі көп көңіл бөліп жатыр. Баланы қызықтыратын мұғалім болу керек. Өз пәніне оқушыны да, ата-ананы да қызықтыру керек. Сода одан жаман ұстаз шықпайды. 1994 жылы мынау партия тарқағаннан кейін облыс әкімінің жолдамасымен Алматыдағы Қазақстан менеджмент болжау институтына КИМЕП дейді ғой. Қазақстан менеджмент және экономика болжау институтына оқуға жіберген болатын. Соны 94 жылы шілде айында бітірдім, үздік. Содан кейін облыс әкімі, ол кезде Тұрысбеков Зауытбек Қауысбекұлы, облыс әкімінің білім саласының басшылық жасайтын Барақова Сайлаукүл Жаппарқызы деген тәжірибелі ұстаз. Осы кісілер мені білім басқармасына басшылыққа қызметке шақырды. Мен оған дейін Түлкібас ауданында білім басқармасының бастығы едім. Осы қызметке келгеннен кейін КИМЕПті оқып жүргенде европалық көрші елдердің ұстаздарымыздың көбісі оңтүстік Кореядан болды. Сондағы білім саласының көбірек таныстым. Содан жаңалық енгізу мәселесі бірінші қолға алғанымыз, айлап, жарты жылдап мұғалімдер айлық аламай жүргенде облыс әкімі Зауытбек Қауысбекұлының Сайлаукүл Жаппарқызының қолдауымен 3 дарын мектебін аштық. Біріншісі облыс көлеміндегі дарынды балаларды жинайтын нөмірі 1 дарын мектебі болды. Екінші дарын мектебін біз бұны мұғалімдер білімін жетілдіру институтында жанынан аштық. Себебі арнай курстан өтуге келген мұғалімдер тек қана теория жүзінде емес, тәжірибеде жаңағы сабақ беретін, өздеріне мұғалімдарға сабақ беретін әдіскерлердің әдістемелік жұмыстарымен кең танысу үшін
сол жерден арнайы дарын мектебін аштық. Бірақ кейін оны жауып жіберді. Сөйтіп ол қалаға қарайтын дарын мектебі болып қалды да, үшіншісі мына Саттарханов атындағы дарынды балаларға арналған спорт мектеп интернаты, осы үшеуін аштық. Бұл сол кезде заман талабына сай мектеп интернат болды. Өйткені біздің дарынды балаларымыз сыртта қалып кетті. Біз осыған басымдық жасадық. Ең басты мәселесі. 3 тілде сабақ жүреді облыста ол кезде. Қазір де солай. Қазақ тілінде, орыс тілінде және өзбек тілінде. Біз орыс тілі мектептеріндегі оқулықтар да, оның базалық әдістемелік құралдары да жеткілікті. Ал енді өзбек мектептері бар, 100-ден аса. Осы мектептерде барлық оқулық қазақ тілінде емес, қазақстандық баспаларынан емес, өзбекстандық баспаларынан шыққан кітаптар оқытылатын болды. Сонда қазақ тілі ұмыт қалды. Біз осы мектептерде орыс тіліндегі мектептер мен өзбек тіліндегі мектептерде, тәжік тіліндегі мектептерде қазақ тілін оқытуды қолға алдық. Арнайы факультативтік сабақтардың есебінен бірінші рет аптасына 2 сағат қазақ тілі сабағы жүретін болды. Өйткені тіл мәселесіне біз көбірек көңіл бөлдік. Өзіміздің ана тілімізге, мемлекеттік тілімізге. Осының барлығы мектеп қабырғасынан басталу керек деп, осыған басымдық жасадық. Ал енді үшіншісі, бұл материалдық базаға басымдық жасадық. Ол кезде компьютерлер жаңадан қолданысқа еніп жатқан, бірақ оны алуға қаржы да болмайтын басқа. Біз осыны Азия банк арқылы, әлемдік Азия банкі бар, біз солармен келісім шартқа тұрып, 200-ден аса мектепке құрал жабдықтар алдық. Соның ішінде ең басты мәселесі жаңағы компьютер мәселелерін орнаттық. Ал енді одан кейінгі басымдық жасағанымыз мынау химия, физика, биология пәндеріне арналған арнайы кабинеттерді, сыныптарды сомен жасақтадық. Міне осындай өзі білім саласында білімді тек қана теория жүзінде емес, оның ең бірінші мәселесі материал-техникалық базасына байланысты. Одан кейін ұстаздың біліктілігіне байланысты. Біз осыны ұштастыра білдік деп ойлаймын. Бұл кісі өзі жұмысын қалаға өте бір қиын кездерде келді. Союзың тарап, еліміз жеке мемлекет болып жатқан кезде келді. Халықтардың жағдайы ол кезде, өздеріңіз білесіздер, өте қиын жағдайда болды. Айлық жоқ, қаншама мұғалімдеріміз жұмыстарын тастап, саудаға кетіп қалды. Дәл осы кезде Нышан Тасболатұлы білім басқармасына басшы болып келді. Тағы да айтатым, сол кездердің өзінде білім басқармасында мына кәсіптік салада оптимизация дейді. Оңтайландыру жұмыстары жүріп жатты. Оңтайландыру жұмыс дегеніміз, ол бірнеше кәсіптік училищелер жабылып жатты. Оның артында қаншама үлкен азаматтар сол училищенің ғимараттарына қызығып, өздерінің жаңа оқу орындарына қосып алу мақсатында талай училище жабылып кетті. Мен айтар едім сіздерге, мынау егеменді алғанша, ол Шымкент облысында 45 училище бар еді. 45. Мына егемендік алғанда солардың 20-сы қалды, қалған 25-і жабылып кетті. Оларды жабу мақсаты көп жағдайларда мына жоғарғы оқу орындары, сол кездерде жаңадан жоғарғы оқу орындары жекеменшік ашылып жатты. Соларға ғимараттар керек мақсатында көп ғимараттарды жекеменшік университеттерге алып қойды. Сол кездерде Нышан Тасболатұлы басқарма бастығы болып келді. Училищелерді, бұл кісінің еңбегі сол кездегі училищелерді жаптырмау амалында талай жұмыстар істеді бұл кісі. Бұл кісі негізі өте білімді азамат. Мына Түлкібас ауданында райком партияның 2-ші хатшысы, 3-ші хатшысы, орготделді басқарды, білім саласын басқарды Түлкібас ауданында, және де басқа жұмыстар істеді. Сондықтан бұл кісінің келген кезінде білім саласында осындай білікті азаматтың келгені біз сол кезде қуандық. Мен сол кезде 4-ші училище деп жаңа айттым ғой, сонда директор едім. Сол училищені жаптырмау мақсатында бүткіл облыс бойынша детдомдағы тәрбиеленіп жатқан балдарды сол училищеге жинадық біз. Сөйтіп, ана училищені аман алып қалдық. Қаламыздағы, облысымыздағы талай мектептерді, училищелерді алып қалған үлкен азамат. Мына қиын кездерде мектептерде
жаңадан бастаған құрылыстарды аяқтауға ақша болмады. Сол кезде де осы кісінің инициатива бойынша асарлатып бітіру деген тілектер болды. Бұл кісілер сол кезде сол басқасында жүріп бітпей жатқан мектептерді асарлатып бітіріп, сол жерде бала оқуға мүмкіндігін жасады. Жалпы еліміздегі мынау программа болды ғой, 100 мектеп, 100 аурухана деген. Оның бұл кісінің іскерлігі мынадан айтуға болады. 100 мектептің 49 мектебін осы Шымкент облысына алып келді. Бүткіл республика бойынша 100 мектеп. Қалаға алып келген, біздің облысқа алып кеткен 100 мектеп. Сол 100 мектеп түгел осы Шымкент облысына салынып, қазіргі жағдайда барлық аудандарда мектептердің жағдайы, материалдық техникалық база жағдайы, жалпы ғимараттары керемет болып істеліп жатыр. Міне осындай азаматтардың арқасында елімізде, облысымызда, қазір қаламызда заманауи мектептерде балдар оқып жатқан жағдай. Адам баласы дүниеге келіп, мектеп қабырғасында білім алып, жоғарғы оқу орнында білім алғаннан кейін, сол мамандықты, өзің таңдаған мамандықты өмірде қолдана білу бұл үлкен шеберлік. Бір сөзбен айтқанда, оқушы бүгінгі мектеп қабырғасында алған білімін өмірде қолдана білсе, міне осы ең үлкен жетістік. Өмірде алған білімімді, ұстаздарынан алған тәрбиемді, солардан жинақтаған тәжірибемді мен өмірде шамам келгенше қолдандым деп ойлаймын. Адам баласы қандай бір жағдайда өзінің алған білімі мен ортадағы тәрбиесі екеуін ұштастыра білсе, одан жақсы маман шығады. Мен енді өмірден түйгенім, көп білім алып, менің жоғары білімім бар, жоғарғы оқу орнында оқыдым ғой, маған жеткілікті деу ұстазға аздық қылады. Ұстаз күн сайын, жыл сайын өзінің білімін толықтырып отыру керек. Өйткені уақыт өзгеріп барады, жаңалықтар көп, сен одан қап кетпеуің керексің. Оқушыларға осы ұштастыра білсең, күнделікті болып жатқан жаңалықты өзінің стандартта, білім беру стандартындағы бағдарламаларға сай, соларға қосып отырсаң, сенен жақсы ұстаз шығады. Барлық осы кезеңде ұстаз болғанымда да, білім мекемесінің мектептің басшысы болғанда да, аудандық, облыстық білім басқармаларын басқарғанда да тұрақты мен ізденісте болдым. Кемепті бітіргеннен кейін Алматыдағы магистратураны сол жерде қорғадым, ал докторлықты Ресей президенті жанында қоғамдық академияда қорғадым, докторлық диссертациямды философия саласы бойынша. Тек қана өзіңнің ғана айналаңдағы іс тәжірибемен жұмыс істеу жеткіліксіз ұстазға. Менің сол кездегі министрлерім Шамши Көпбаевна Беркімбаева, Иманғали Тазмағамбетов, Күләш Нағатайқызы Шамшидиновалар мені арнайы Германияда және Италияға қалаларында, Италия елінде білім алуға жіберді. Мен ол әлемдегі барлық озық тәжірибелердің бәрін қолдану мүмкін емес. Соның ішіндегі тиімдісін өзіміздің осы облыста қолдануға әсер жасадым, әрекет жасадым. Біліміңді үнемі көтермесең, ол сенен жақсы ұстаз шықпайды. Мектепте 70% ер адамдар болатын, 30% әйел балалары болатын. Қазір 80%-дан астам әйел балалары да, бір 20%-ға жетер-жетпесі ер адамдар. Оқушыларға үлкен әсер етеді, әсіресе тәрбиеде. Ер адамның өзінің ер адам мінезі бар. Ер адам мектепте көбірек болса, оған да балалар еліктейді. Қазір балалардың бәрі, мен енді әйел балаларын құқығын таптағым келмейді. Керемет ұстаздар бар, олардың ішінде де. Бірақ ер адамның орны бөлек. Білім беру мекемелерінде ер адам көбірек болса, ол мектептегі оқушылардың көзқарасы да өзгеше. Жаңағы ер адамдардың мінезіне ұқсастау, солардан көбірек үлгі алады. Ал енді әйел балалары басымдық жасап кеткен кезде біздің білім саласында. Жаңағы жалақысы аз деп, ер адамдардың көбірек жоғары оқу орындарына бармауы, ол жалақысы төмен, одан кейін басқа салаларға көбірек қызығатын болды. Ал енді міне кейінгі кезде, әсіресе мына ұстаздардың жалақысы көбейгелі бері қарай, қазір жоғарғы оқу орындарда оқып жатқан студенттердің басым көпшілігі, болмаса 50%-дан астамы ер балалар. Бұл қуанарлық жағдай.
педагог мәртебесі заңы қабылданғаннан кейін, жағдай жасалынғаннан кейін мектептерде бұл ер адамдардың, ер мұғалімдардың саны өсіп келе жатыр. Бұл қуанарлық жағдай. Мына мектепте оқып жүргенде Сартбаев Рүстем деген тарих пәнінің мұғалімі әрі тәрбие жөніндегі мектеп директорының орынбасары болды. Мен сол кісіге көп еліктедім. Өйткені бір тәжірибесі мол, сабақ түсіндіргенде ешқайсымыз қимылдамайтынбыз. Ана кісінің айтқан сөздері, ол кісінің сауаттылығы қатты қызығатынбыз. Қызметке араласып, білім саласында, партия саласында, кеңес саласында, басшылықта жүргенде, осы білім саласында облыста білім басқармасын басқарған Қалғынбаев Сәкінбек Шайықұлы деген ағамыздан көп қызығып, сол кісіден көп тәлім алдым. Мемлекет қоғам қайраткері Сайлаукүл Жаппаровна Барақованы үлгі тұтамын. Тұрысбеков Зауытбек Қауысбекұлын, министрлерімнен Беркінбаева Шамша Көпбайқызының білімділігіменен, оның іскерлігіне қызығып, сол кісіден көп үлгі алдым. Өмірде менің осындай мықты ұстаздарым болды. Мен олардың бәрін құрметтеймін. Педагог мәртебесі заңына қазір өзгерістер енгізіліп жатыр. Сол заңға байланысты баяндама жасадым. Сондағы ол кісілерге айтқаным, ұстаз, педагог мәртебесінде оның құқықтары көрсетілген. Бірақ педагог мәртебесінің құрметті болуы, осы атаққа лайықты болуы ұстаздың өзіне байланысты. Оның біліміне, біліктілігіне. Біздің салада, білім саласында мынандай сөз бар. Ұстаз көштен қалмаса, шәкірті озады деген. Міне мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы өткен жылы халыққа арнаған жолдауында, сол жолдауда мен парламенттің біріккен отырысына қатыстым. Сонда ол кісі айтты, білім сапасын көтеру үшін ұстаздарымыз білікті болу керек, білімді болу керек. Ал енді алға қойып отырған мақсатымыз мынау жасанды интеллектін енгізу, цифрлы жүйеге толық көшу деген мәселені көтергенде мен өз басым қуандым. Өйткені бұл өмір талабы. Білім алып жүрген, тәрбиеленіп жатқан біздің келешек ұрпақтарымыз осы елдің де болашағы, елдің де жердің де есі деген Қасым-Жомарт Кемелұлының айтқан сөзі бар. Тәуелсіздік бәрінен де қымбат деген мақаласында. Мен осы біздің жастарымыз білімді болса екен, әлемде бәсекеге қабілетті маман болса екен деп армандаймын.